Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздердің назарларыңызға сүт те қоспай, айран да қоспай, тек қана су қосып жасалатын дәмді құймақтардың рецебін ұсынамын. Кестелі құймақ шығарудың құпиясын да айтатын боламын. Олай болса бастайық. Таза ыдысымызға 2 жұмыртқа және 4 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. 3 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Жарты шай қасыққа толтырмай тұз салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Шай ішетін кесемен толы, яғни 250 мл бөлме температурасындағы суды құямыз. Барлығы біріккенше араластырамыз. Ендігі кезекте 180 грамм ұнымызды 2 бөлікке бөліп, біртіндеп сала отырып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнның түйіршіктері қалып қалмауы қажет. Достар, осы және басқа да видео рецептерімді сақтап қою үшін, жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Міне, біздегі барлық ұнды салып болған соң, бізде осындай консистенциялы масса шығады. Келесі кезекте шай ішетін кесемізге толтырып, ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Оның үстіне жарты ас қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз және жаңағы массамыздың үстіне құямыз. Бір келкі сұйық масса шыққанша араластырамыз. Міне біздің құймаққа арналған қамырымыз дайын. Осындай сұйықтықта болады. Бұдан сәл сұйықтау болса да ештеңе етпейді. Құймақ пісіретін табамызға аздаған мөлшердегі сұйық майды құйып, жақсылап жағып шығамыз да, табамызды жақсылап отырып қыздырып, аз мөлшерде осылай құймақ массамызды құйып шығамыз. Табаны міндетті түрде жақсылап қыздырып алыңыздар, сонда құймақтарыңыз осындай кестелі болып шығады. Менде осынша көлемдегі ингредиенттерден 15 құймақ шықты. Менің табамның диаметрі 22 см. Сұйық қамырымызды табаға құйған соң, ақырындап біртіндеп тесіктер пайда бола бастайды және құймақтарымыздың шет-шеті сарғая бастаған сәтте екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда жылдамырақ піседі. Табамызды бір рет майласа жеткілікті. Барлық құймақтарымызды осы отта бірдей температурада барлығын екі жағын сарғайғанша пісіріп шығамыз. Егер пісіру барысында құймақтарыңыз сәл жабысып қалатын болса, аздаған мөлшердегі маймен майлап жіберіңіздер. Бірақ менің жағдайымда бір рет майлағаннан кейін табаны мүлде майлаған жоқпын. Достар, міне аз уақыттың ішінде аздаған мөлшердегі ингредиенттермен осындай хош иісті, кестелі, жыртылмайтын серпімді, өте дәмді құймақтар жасап шықтық. Сіздер де осы рецепт бойынша міндетті түрде құймақ дайындап көріңіздер, өте дәмді, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видеом ұнаған болса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіріңіздер, лайк қойыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған айзат, шайларыңыз тәтті болсын.